Biz Maralda ауылының тұрғындары сіздерге ашық үндеу жасап отырмыз. 2 күн бұрын ауыл тұрғындарының атынан облыс әкіміне хат жолдапты. Осы хаттың мазмұны ауыл тұрғындары фабрика ашылуына қарсы емеспіз. Ауыл сол фабрикаға мұқтаж болып отыр деп жазылған. Оның бәрі жалған, біз қарсымыз. 1 жылдан астам ісіміз осы дау болып тұрғанын білесіздер. Қарсылығымызды президентке дейін білдіргенбіз. Себебі бұл құрылыс біздің ауыл болашағына, экологиясына, табиғатына, бүкіл Шығыс Қазақстан экологиясына орны солмас зиян келтіргей тұр. Және бұл фабрика жер учаскелері ауылға маңызды шаппа, егіндік, омарта ұстауға қолайлы жерлер. Сондықтан қазір ауылдың барлық тумаларынан жан-жақты жүрген ауылдастардан, экология жанашырларынан көмек сұраймыз. Ауылымыздың көркем табиғатын, экологиясын сақтап қалуға, атсалысуға көмек сұраймыз. Ауылымыз бәрімізге ортақ. Бұлардың қол жинап жүргендері қол қойдырып, материалды көмек береміз деген уәделерінің себебі облыс әкімі, жер комитеті, экология министрлігі сотқа шағымданған. Сондықтан жалған уәдеге алданбау керек. Осы дауды шешуге не ауданның, не облыстан, не республикадан депутатқа кандидаттардың біреуі келмеді. Кімге дауыс береміз, кімге сенеміз? Жаңа Қазақстан қайда? Қарсымыз!